Elhamdülillahi ve kefa, thumma salatu ve selamu ala rasulihil Mustafa ve ba'd. Ağayınlar, bilesizdir mi? Bizler qanday aydın işinde turmuz? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübarek hadis-i şeriflerde farz namazlarından keyingi en abzal namaz tünde okulgan tahajjud namazı. Al farz Ramazan orazasından keyingi en abzal oraza Allah'ın ayı bolgan Muharram ayında ustalgan oraza dedi. Qarаңызшы. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 12 aydın barlığı Allah Tağalanın ayı bolsa da Muharram ayın Allah subhanahu ve Taala'nın ayı deb bölüp jarıp aytıp жатыр. Muharram ayın. Nege? Өйткені бұл айдың мәртебесін айқындау екенді. Мәселен, Ка'батуллах, Бейтуллах дейді, Алланың үйі дейді мешіттерді. Ка'батуллах, Алланың Кағбасы дейді. Барлық жер Аллах субханаху ва тааланың мүлкі негізі. Нақатуллах деп, мәселен, Салих алейхиссаламның түйесін айтқан, yani Алланың түйесі деген. Барлық түйелер Алланыкі. Бірақ ол түйені өзге түйелерден ерекшелеп, ол түйені өзге түйелерден айрықша түйе екендігін білдіру үшін нақатуллах деген. Жаңағы имам Муслим риwayat еткен хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям шахруллах деп жатыр. Яғни Аллах субханаху ва тааланың айы болған Мухаррам айы деп жатыр. Сондай айдың ішінде тұрмыз. Бұл айда Ашура күні бар. Сіз Ашура күнін қандай екенін білесіз бе? Ашура күні дегені бір күні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Меккеден Мединеге көшкен кезде, ол кезде Медине қаласында яһудилер де қоныстанған еді. Яһудилер бір күнде айрықша ерекшелеп ораза ұстап жатқанын көрді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям олардан: "Ва бани Исраил қауымы, сендер неге бұл күнде ерекшелеп ораза ұстап жатсыңдар?" деп сұраған еді. Олар айтты: "Бұл күнде Аллах субханаху ва таала Муса және Мусаның қауымын Фир'аун алейхи ләънә және оның әскерінен азат еткен күн" деді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Муса және Мусаның қауымына яһудилерге қарағанда иелік етуге мұсылмандар лайықты, біз лайықтымыз. Сондықтан да ол кісінің құтылған күнінде шүкіршілік етіп ораза ұстауға біздер лайықтымыз деп өзі ораза ұстады, сахабаларға да ораза ұстаттырды. Қараңызшы, қандай күн я? Қандай ұлы күн? Осы орайда бір адамдар айтуы мүмкін: Муса алейхиссаламмен біздің ислам дінінің не байланысы бар деп. Айтайық. Адам баласы ең бірінші мына жерге, қара жерге аяғын басқан Адам алейхиссаламнан тартып, адам баласы адамдардың бүкіл атасы Адам алейхиссаламнан тартып, бүкіл пайғамбарлардың барлығы ла илаха иллаллах, Алладан басқа ешбір тәңір жоқ деген сөзді алып келген. Барлық пайғамбарлар хақ дін, ислам дініне шақырған. Соның ішінде Муса, Иса, Ибрахим, Исмаил барлығы осы Алланың пайғамбарларының қатарына жатады. Адам алейхиссалам да осы ислам дінін алып келген. Сол жағынан алғанда ислам діні мына жер бетіндегі ең көне дін. Тағы бір жағынан алғанда ислам діні мына жер бетіндегі ең жас дін. Неге? Өйткені ақыр заман пайғамбары да Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям 14 ғасыр бұрын ғана келген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям осы Ашура күнгі ораза жайлы, оның фадилеті жайлы Муслим риwayat еткен хадисте керемет сөз айтқанда: "Бұл Ашура күнгі ораза себепті Аллах субханаху ва таала өткен бір жылдық күнәні кешіреді деп үміттенемін" деген. Қараңызшы, өткен бір жыл қанша күнә істедік. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямда Аллах Тағала "Лияғфира лакаллаху ма тақаддама мин замбика ва ма тааххар", сенің бұрын істеп өткен және келешекте істейтін бүкіл күнәларыңды кешірді деген Аллах субханаху ва таала. Сол пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның өзі Аллаға серт күніне 100 рет Алладан жарылқау тілеп күнәларымның кешірілуін сұраймын деген. Күнәнің кешірілуі
біздердің өмірде берекелі болуымызға, ертең қияметте жүзіміз жарық болуымызға басты себеп екенін ұғынуымыз керек. Осындай мұсылман адам осындай күндерде, Ашура күндерінде қапы қалмастан ораза ұстап қалады. Имам Муслим риwayat еткен басқа бір хадисте пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам өмірінің соңына шейін Ашура күні, яғни Мухаррам айының 10-ші күні ораза ұстап келген болса, жаңағы имам Муслим риwayat еткен басқа бір хадисте егер Алла тағала маған ғұмыр беретін болса, мен жаңағы Мухаррам айының 10-ші күніне қоса 9-ші күнінде де ораза ұстаймын деген. Бірақ пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам ол мақсатына жетпестен дүниеден өтті. Сондықтан да біздер Мухаррам айының 9-ші және 10-ші жұлдызында ораза ұстасақ, біздер жаңағы пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам еткен ұлы сауапқа кенелетін боламыз. Өздеріңіз білесіздер, Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы 2021 жылы кіреберісте 2021 жылғы діни айтулы мерекелерді жариялады. Сол діни мерекелердің ішінде биылғы 2021 жылы Мухаррам айының 10-ші жұлдызы 19-ші тамыз, яғни августқа тура келеді деді. 19-ші тамыз августқа тура келеді деді. Бірақ кейбір адамдар түйткіл шығарып жатыр. Қалай? Календарды ашып қалады. Ана ресми календарларда ол 19 августқа емес, 18 августқа сәйкес келіп қалып жатыр. Қалай болғаны деп жатыр. Негізі бір қатар араб елдерінде, мына қазіргі біздің қолымыздағы календарға қарағанда ай бір күн кеш көрілді. Ал айдың санауы жаңағы айдың көрілуімен анықталатындығын ескеру керекпіз. Сол жағынан алғанда Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының қойған сол календары мына айдың көзбен көрілуімен дәлме-дәл келеді. Ол кезде де мұсылмандар діни басқармасы жайдан жай айтқан жоқ. Кәдімгідей ғылыми орталықтардың ай қашан көріледі, жаңағы Мухаррам айының 10-ші жұлдызы қай уақытқа сәйкес келеді деп сол кездің өзінде белгілеген, сол белгілеу қателеспегендігінің айқын дәлелін биыл көріп жатырмыз. Қараңызшы. Енді календарда 18 тамызда деп тұр ғой, Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы 19-на деп тұр ғой. Бұл айғанда календарда 18 деп тұр, айдың шынайы көрілуі 19-на сәйкес келіп тұр. Қалай қыламыз десек, жаңа хадисте келгеніндей, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам келесі жылға дейін бар болатын болсам, мен Мухаррам айының 9-на және 10-на ораза ұстаған боламын деген хадисіне амал етуге нағыз уақыты осы айда келіп тұрды. Осы жылда келіп тұр. 18-не және 19-на ораза ұстайық. Егер 18-не және 19-на ораза ұстайтын болсақ, онда қалай болған болады? Біздер Мухаррам айының 9-на және 10-на ұстаған боламыз. Немесе календардағы дұрыс болса, 10-на және 11-не ұстаған боламыз. Екі жағдайда да біздер ұтылмаймыз ағайындар. Аллах субханаху ва тағала кіріп келіп жатқан мұнау Ашура күндерін берекелі құтты қылсын. Ол күндерді пайдамен өткізуді баршамызға нәсіп етсін. Хада валлаху алям ва саллаллаху аля набийина Мухаммад. Садақа қауіп-қатерден қорған бәледен пана. Құрметті мұсылман бауырлар, енді сіздер Каспий кезет қосымшасы арқылы Жәннәтул Фирдауси қайырымдылық қорына садақа, зекет садақасы және садақаның өзге де түрлерін онлайн бере аласыздар. Аталған қосымшаны жүктеп, тіркелген соң төлемдер оның ішінде барлық төлемдер бағанына өтесіз. Одан соң қайырымдылық тетігін басып, Жәннәтул Фирдауси қайырымдылық қоры бағанын таңдайсыз. Әрі қарай төлем мақсатын жазып, өзіңіз қалаған соманы енгізесіз. Алла беріп жатқан жария, жасырын садақаларыңызды қабыл етіп, отбасыларыңызға береке берсін.